Жұлдызша жақпамай. Вьетнамдық жұлдызша немесе жай ғана жақпа жұлдыз деуге болады. Біз көпшілігімізге әжелер мен аталардан мұрагерлік құқығына ауыстырдық. Осы жақпамайды бір рет пайдаланып, содан кейін барлық аурудан арылуға болады. Бұрында бұл жұлдызша жақпамайды табу қиынға соғатын еді. Бақытымызға орай бүгінгі күнде дәріханаларда ғажайып жұлдызша жақпа майын сатып алуға болады. Жұлдызша жақпа майы ата-әжелеріміз кезінен бері қолданып келеді. Қазіргі таңда дәріханаларда сатылады. Демек, осы күнге дейін сапасын жоғалтпаған деген сөз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Жұлдызша жақпа майын сіз білмеген құпияларын ашамын. Баршаңызға сәлем. Достар, сіздермен Зерттеу Шипа арнасы. Біздің арнада 96% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, біздің еңбегімізді бағалап, қазақша арнаны қолдап, арнамызға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша түймесін баса кетуіңізді сұраймын. Сіздің болмаша ғана оп-оңай әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Жұлдызша жақпа майының құрамында парафин, мұнай майы, сусыз ланолин, балауыз, кристалды ментал бар. Жұлдызша майын қолдану қандай? Жұлдызша вьетнамдық емшілердің көп жылдық медициналық тәжірибесінің барлық негізгі принциптерін қамтиды. Олар жүйке аяқтарына көп көңіл бөледі. Соңғылары бүкіл денеде кездеседі. Вьетнамдық альтернативті медицина орталығы массаж, гомеопатикалық және физиотерапия процедуралары арқылы ықпал етуді үйренді. Егер неғұрлым айқын сөйлесе, жұлдызшамен массаж жасаңыз, дене бір немесе бірнеше нүкте әртүрлі ауруларды емдеуге болады. Ең бастысы, қажетті нүктелердің қайда орналасқанын білу. Жұлдызша жақпа майының осындай проблемалар үшін қолданылады. Ангина, суық тию, көгерулер, жарақаттар, тіс ауруы, бас ауруы, мигреннің шабуылдар, радикулит, бұлшықет ауруы, жәндіктердің шағуы, тұмау, шашаудың жоғарылауы, мұрынның бітелуі. Препаратты белсенді заттар теріге тез еніп, дереу әрекет ете бастайды. Сіз акупунктуралық нүктелерді өңдейтін болсаңыз, қажетті нәтижеге тез жетесіз. Жөтелу кезінде кеудеге жіңішке қабатпен жағу ұсынады. Жатыр мойынның аймағын емдеу жаман емес. Жәндіктер шаққанда. Жәндіктердің шағуын емдеу үшін өнімді жараланған жерге тікелей қолдану керек. Бір мезетте қатты қыздыруы мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс. Бас ауырғанда, бас ауруы мен күресу үшін шырышты қабыққа жұлдызша жақпа майын қолдану керек. Тұмау кезінде. Жұлдызша майыны теріге, мұрынның көпірінде және терін жанында емдеуі мүмкін. Кейбіреулер оны мұрынға жағады. Бұл әдіс те тиімді, бірақ қауіпті. Жақпа нәзік шырышты қабатты өртеп жіберуі мүмкін. Жұлдызшаларды қолдануға қарсы жақтары. Жұлдызша жақпа майының қолайсыздықтары көп емес, бірақ олар қол жетімді. 2 жасқа толмаған балаларға май жаққаннан кезде қолдануға болмайды. Аллергиямен ауыратындар бас тартқан жөн. Жұлдызшаны микрочектерге немесе жараларға қолданбаңыз. Видео ұнаған болса, арнамызға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша түймесін баса кетіңіз. Жұлдызша жақпа майын сізде қолданасыз ба? Комментарияға өз ойыңызды жаза кетіңіз. Келесі видеоларда көріскенше ауырмаңыздар.